Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Сабақтың тақырыбы балалардағы нефротикалық синдром. Сабағымыздың мақсаты нефротикалық синдромның себебі анықтау және тиімді ем жобасын құрастыру. Сабақ барысында бірнеше зерттеу сұрақтары: нефроздық синдромның этиологиясы, патогенезі, жіктемесі, клиникалық көрінісі, диагностикасы, дифдиагностикасы, емі және бүгінгі таңдағы жаңалықтармен таныстыру. Сабақ жоспары: нефротикалық синдромның анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, жіктемесі, клиникасы, диагностикасы, емі. Нефротикалық синдромның білуден алдын анатомиясына тоқталамыз. Оң және сол жақ бүйрек болып есептенеді және суретте оның құрылымы, қыртысты және милы қабаттары, астауша, несепағар, қуық және бүйрек илмектері көрсетілген. Нефротикалық синдром деп протеинурия, гипоальбуминемия, липерлипидемия, липидурия және жалпы ісімімен жүретін кейбір бүйрек ауруларында кездесетін клиникалық лабораториялық симптомдар комплексін айтамыз. Яғни нефротикалық синдром кезінде протеинурия, белоктың зәрді көбеюі, ересектерде тәулігіне 3,5 граммнан жоғары, балаларда тәулігіне 2 граммнан жоғары. Гипоальбуминемия бұл қанда альбумин белогының төмендеуі, яғни 25 граммнан төмен болуы. Ісіну клиникалармен көрінетін гиперхолестеринемия бұл қанда холестериннің көбеюін айтамыз. Протеинурия бұл гломерулалардың өткізгіштігінің бұзылуынан пайда болады. Оның өзін селективті және селективті емес деп ажыратамыз. Селективтілігі, селективті протеинурия бұл 0,15 және селективті емес протеинурия 0,2 болған кезде айтамыз. Өзгерістердің минималды нефритті селективті протеинурия. Пролиферативті гломерулонефриттерде селективті емес протеинурия кездеседі. Альбуминдердің зат арқылы шығарылуынан болады. Гиперлипидемия бұл альбумин деңгейінің төмендеуінен байланысты бауырда белок синтезі күшейеді. Сонымен бірге липопротеин синтезі күшейеді. Триглицеридтерге бай липопротеиндердің катаболизмі төмендейді. Одан бөлек қан ұюының күшеюі, бұл бауырда фибриноген синтезінің жоғарылауы, қан ұюға қатысатын кейбір белоктардың несеппен жойылуы. Антитромбин 3 жүйесі протеин С, протеин С клеткаларындағы белоктық өзгерістердің пайда болуы. Ісіну онкотикалық қысымның төмендеуі, ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесінің тітіркенуі, натрий шығарылуының бұзылуы. Бұл нефротикалық синдром кезінде ісіну белгілері, олардың өзі толық емес, біріншілік, екіншілік деп ажыратады. Біріншілік нефротикалық синдром және екіншілік нефротикалық синдром көбінесе өздігінен пайда болатын және кейбір аурулардың көрінісі ретінде. Көбінесе екіншілік нефротикалық синдром бізде көп кездеседі. Ол жүйелі аурулар, эритематозды, диабетті және тағы басқа ауруларда, токсиндер және аллергендер кезінде, инфекциялық аурулар кезінде, дәрі-дәрмектерден, әртүрлі ісіктік ракты аурулар кезінде пайда болады. Нефротикалық синдром гистологиялық жіктелуі, өзгерістері минималды нефриттер, фокалды гломерулосклероз, мезоангиопролиферативті гломерулонефрит, мембрана пролиферативті гломерулонефрит, мембранозды нефропатия. Ісіну, бұл жыныс мүшелерінің ісінуі, із қалдыратын ісіну, асцит және анасарка деп ажыратады. Суретті көргеніңіз бұл анасарка, яғни бүкіл дененің барлығында ісіну белгілерін байқаймыз. Лабиалды ісіну, скроталды ісіну, із қалдыратын ісіну, бұл жерде асцит, яғни медуза басы сияқты асцит белгілерін көреміз. Лабораториялық өзгерістер: протеинурия, ферментурия, липидурия, гипоальбуминемия және гипопротеинемия, диспротеинемия, гиперлипидемиямен жүреді. Емі: бірінші режим, алғашқы күндері төсектік режим, дәрежесіне қарап науқасты горизонталды жатқызу пайдалы. Себебі альдостерон секрециясы азаяды, аяқ тамырларының гидростатикалық қысымы төмендейді. Диурез көбейеді, ісіну қайту көмектеседі. Науқас үнемі бақылауда болып, қимыл тәртібі тромбтарға қарсы жүргізіледі. Номер 7 стол. Ас тұзын тәулігіне 3 граммға дейін қолданады.
Ал ысынуунун ауыр түрүндө 0,5 граммга дейин шектейди. Анасарка болгондо дистилляцияланган суу дешеди. Сұйықтықты ішектеу. Сұйықтықтың мөлшері алдыңғы тәуліктегі диурез мөлшерінен 200 мл көлемінде жасалады. Белоктың жеткілікті болуы. Холестеринге бай тағамдарды шектеу. Дәрмектік ем. Протеинурияны азайту шараларына индомитоцин бір таблеткадан күніне 2 рет. АПФ ингибиторлары, каптоприл, иналаприл, антикоагулянтты дәрі-дәрмектері, оларға курантил, гепарин. Гепариндік емге қосымша жас цитраттары плазмалары құрамындағы антитромбин 3 болатын дәрі-дәрмектері вена ішіне қолданады. Белокты синтезін артыру мақсатында стероидті анаболитті қолдану, оған ретаболил 1 мг бір рет аптасына, диуретиктермен емдеу. Бұлар сабуретиктер және калий сақтаушы диуретиктердің дайын қоспалары. Триамбур, фурезис, жаңағы триамтерен және фурасивиттің қосындысымен. Созылмалы гломерулонефрит және жүйелі аурулар кезінде преднизолон 1 мг килограмм салмағына 8 апта бойы ішеді біртіндеп. Азиатропин және 2 мг на килограмм салмағында қолданады. Адаптогендер бұлар женшен, Қытай лимоны 30-40 тамшыдан күніне 3 рет. Фитотерапия шайқурай шөбі, жұпаргүлдің шөбі, жалбыздың жапырағы, дала 40 буынның шөбі, қызыл таспа шөбі. Одан басқа физиотерапиялық ем, электрофорез және ыстық басу, санаторлық курортты ем. Қорытынды, зәр шығару жүйесінің барлық аурулары соңы нефротикалық синдроммен дамуына алып келуі мүмкін. Сондықтан нефротикалық синдром дамуының алдын алудан бірден бір жолы бүйрек гипертензиясын болдырмау, бүйрек ауруларының уақытылы емді асқынуға жол бермеу болып табылады. Назарларыңыз үшін